Ассалаумағалейкум құрметті достарым, сіздермен бірге заңгер Шыныбаев Марғұлан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін тақырып алимент төлемесе не істеу керек деген болады. Тақырыпты жалғастырмай тұрып, әрине астына подписка, лайк, тіркелу және тума туысқандарыңызбен бөлісе отырсаңыздар, осы каналмен. Жалпы алимент, алименттің түрін мен алдында айтып өттім. Енді жалпы сол алиментті төлемесе не істеу керек деген сұрақ туындайды. Бірінші кезекте, егер алимент төлемей жатса, сот орындаушыға арыз жазу керек. Қазіргі таңдағы алимент қарызының сомасы қанша болғандығы туралы. Сөйтіп, сот орындаушы сізге қаулы шығарып береді. Қазіргі таңда қаншалықты, қандай суммада қарыз бар екен туралы. Соны анықтағаннан кейін екінші этаппен сіз арыз жазсаңыз болады, жаңағындай борышкерге тыйым салу туралы. Қандай тыйымдар? Мысалға, жүргізу куәлігі, права, соған тыйым салу туралы, счеттарына тыйым салу туралы, банковский карточкаларына. Одан кейін жұмыс орнына хаттама жолдау туралы, айлығының белгілі мөлшерін ұстап отыру үшін. Одан кейін нотариалдық тыйым салу, яғни бір зат сата алмайтындай тыйым салу деген сияқты бар. Шетелге шығуға тыйым салу деген сияқты бар. Осындай тыйымдардың барлығын тізіп арыз жазсаңыз болады. Тыйымдардың бәрін қолдануы туралы. Сот орындаушы осы тыйымдардың бәрін жаңағындай өндіру үшін алиментті қолдануы міндетті. Түсіндіңіздер ғой? Ары қарай, егер сот орындаушы осы тыйымдардың барлығын жасағаннан кейін борышкер төлемесе, онда тағы да арыз жазсаңыз болады сот орындаушыға, борышкерді әкімшілік жазаға тарту туралы. Яғни штраф, айыппұл қойылады. Егер айыппұл қойылғаннан кейін де төлемейтін болса, онда арыз жазсаңыз болады сот орындаушыға, тағы да қылмыстық жауаптылыққа тарту туралы. Бірақ қылмыстық жауаптылыққа тарту көбінесе жұмыс істемейтін статья, именно алимент бойынша. Не үшін? Өйткені алимент бойынша егер қылмыстық жауапқа тарту туралы ұсыныс жасаса сот орындаушы, құзырлы органдар қылмыстық істі қозғағанның өзінде борышкер егер 10 мың теңге, 20 мың теңге сіздің счетыңызға салып қойса, қылмыстық істің бәрі тоқтатылады. Сондықтан ол қылмыстық жауапқа тартылу деген, ол былай айтқанда жұмыс істемейтін статья, жұмыс істемейтін бап. Егер осы іс-әрекеттерден кейін, осы іс-әрекеттер сот орындаушы орындамаса, сот орындаушы істемей атса, оны сот орындаушының үстінен арыз және шағым түсіруге болады. Сот орындаушының үстінен сот орындаушылар палатасы бар, сол палатаға шағым түсіресіздер. Болмаса прокуратура, қала бойынша қалалық прокуратураға, болмаса райондық прокуратураға, өзіңіздің жергілікті тұрғылықты жеріңіз бойынша, болмаса сот орындаушы орындап жатқан жері бойынша сол прокуратураға не жазсаңыз болады, шағым жазсаңыз болады. Сот орындаушы өзінің жұмысын дұрыс орындамай жатыр деген. Осылайша осы іс-әрекеттерді қабылдау арқылы алиментті төлеттірудің амалын жасасаңыздар болады. Жалпы осы тақырыпты айтып өттім. Не үшін? Өйткені бұл алимент бойынша өте көп сұрақ туындайды қазіргі таңда. Сондықтан халықтың көзі ашық болсын деп осы тақырыпты қозғап отырмын. Ал енді сіздермен болған қайтадан заңгер Шыныбаев Марғұлан, қайталап өтейін. Осы Қазақи заң каналының дамуына көмектессеңіздер, яғни подписка, тіркеу, комментарий, лайк, сосын тума туысқандарыңызбен бөлісе отырсаңыздар осы каналмен. Мен тек қана кредит туралы емес, осындай кәдімгі отбасылық тақырыптарды қозғайтын боламын. Яғни алимент болсын, қарыз өндіру болсын, мұрагерлік болсын, инвестиция болсын мысалға. Сондықтан каналға тіркеліп қарап отырсаңыздар болады. Астында нөмірі тұрады, сол нөмірге сіздер хабарлассаңыздар болады, егер сұрақтарыңыз болса. Кездескенше күн жақсы, сау саламатта болыңыздар.